Сәлем достар, бүгін өте керемет болып шығатын нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, қант, тұз, ашытқы, су, сұйық май қажет болады. Ең алдымен қантты, тұзды, ашытқыны және електен өткізілген ұнды қосып аламыз. Яғни біз барлық құрғақ заттарымызды бір-бірімен араластырамыз, жақсылап тұрып. Одан әрі ұнымыздың ортасын ашып алып, сұйық май мен жылы суымызды құйып, қамырымызды илей бастаймыз. Видеода көрсетілгендей біз суымызды екі бөліп құйып алдық. Енді біз оны ары қарай илей бастаймыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болып бастады. Оны жақсылап илеп алғаннан кейін, жұмсақ болып иленгеннен кейін, бетін целлофанмен жақсылап тұрып жауамыз, ауа кіргізбей. Тағы да бір целлофанмен жауып 30 минутқа қоямыз. Міне достар, біздің қамырымыз жақсылап тұрып көтерілген видеода көріліп тұр. Оны жақсылап бір келкілендіріп, кішкене ұнымызды сеуіп, жақсылап тұрып осылай қолмен жая бастаймыз. Видеода көрсетілгендей, одан әрі осылай рулет ретінде орап, 30 минутқа тағы да табамызды майлап үстіне қойып қоятын боламыз. Себебі ол тағы да көтерілу қажет. 30 минутымыз өтті. Енді осылай әртүрлі әр жерлерінен кесіп, қызып тұрған пешке 200 градуста салып қоятын боламыз. Міне достар, біздің нанымыз пісіп шықты. Өте керемет болып шықты. Енді оны суытып болған соң кесе бастаймыз. Міне жұмсақ, ортасы бір келкі болып піскен. Иісі де өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Үйдегілерді таңғалдырғыңыз келсе, осынан да жасап көріңіз. Видеоны ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.